Так, 14 зертханалық жұмыста мен ойын, яғни программа құру. Бұл жерде менде екі основной класс бар, яғни main activity Java и activity main XML. Activity main XML-ға келетін болсақ, бұл жерде бізде жаңағы расширениялар береміз. Содан кейін основной пиксельдарын, содан кейін жаңағы бутылканың несін енгіземіз, суретін, яғни CSV файлға соларды шақырамыз. Одан кейін on click арқылы доступ береміз. Одан кейін main activity-ға келетін болсақ, бұл жерде яғни мына жерде бутылканың, яғни айналу секундын бердім, миллисекундта 1800 деп. Одан кейін float, pivot x, pivot y деген x және y координаталары бойынша жаңағы 360 болса полный круг, соны солай айналады, яғни ұзындығы және ені бойынша. Одан кейін жаңағы new dir деген немізді переменныйды, яғни инициализация жасап меншіктейміз. Одан кейін мына жерде жаңағы бутылканы айналдырған кезде, яғни екі түрлі неге условияға тексереді, яғни true немесе false-қа. Жаңағы бутылкаға басқан кезде бізде бутылка айналады, ал бутылкаға баспасақ, яғни действие орындалмайды. Мен бұл жерде сонымен қатар нені қолдандым, алдыңғы зертханалық жұмыста қолданған жестті қолдандым. Нәтижесіне көз жүгіртетін болсақ, мына жерде start animation деп, яғни анимация арқылы бердім. Нәтижесі мынандай. Мынау бізде бутылка. Бассақ айналады, яғни қай адамға қарап түсет, бутылка сол адам желание айтады. Міне. Екі рет бассақ, бутылка тезірек айналады. Бір рет бассақ, жай айналады. Яғни ол жаңа берген уақыттарға байланысты миллисекундта беріп қойдым мен. Біреуіне 1800, біреуіне 2500 деп.